әр тарихи кезеңдегі қазақ әдебиетінің дамуы. 1920-1960 жылдар қазақ әдебиеті социалистік реализм. Бұл кезеңде қазақ әдебиеті кеңестік идеологияның әсерімен дамыды. Социалистік реализм негізгі әдеби бағыт ретінде қалыптасты. Бұл әдістің басты мақсаты жаңа қоғамды, кеңестік адамды мадақтау, еңбекшілер өмірін шынайы әрі оптимистік түрде бейнелеу болды. Негізгі ерекшеліктері: кеңестік идеологияға сай мазмұн, коллективтендіру, индустрияландыру, ұлы отан соғыс тақырыптары, жаңа адам бейнесін жасау, яғни еңбекші, коммунист, батыр. Белгілі әдебиет өкілдері: Сәкен Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу» романында алаш қозғалысы мен революция дәуірінің қиындықтарын бейнеленеді. Көкшетау, Альбатрос поэмаларында тарихи романтикалық сарын байқалады. Ілияс Жансүгіров «Күй», «Құлагер» поэмаларында халық өнері мен трагедияны суреттеді. Дегенмен ол да социалистік идеяны көтермелеуге мәжбүр болды. Мұхтар Әуезов Абай жолы эпопеясын жазу арқылы қазақ әдебиетін биікке көтерді. Кеңестік кезеңде шығармаларының формасы социалистік реализмге бейімделгенімен, ішкі мазмұны терең тарихи философиялық сипатқа ие болды. Абай жолы шығармасындағы Абай мен Құнанбай арасындағы қайшылық шындық па, әлде Мұхтар Әуезов кеңестік цензурадан өту үшін ойлап тапты ма деген мәселе көптен бері зерттеушілер арасында талқыланып келеді. Абай мен Құнанбайдың арасында көзқарас айырмашылығы болғаны тарихи деректермен расталған. Құнанбай дінге берік, шариғатты ұстанған, ескі билік жүйесін жақтаған адам. Абай орыс оқуын бітіріп, білім мен ғылымға, гуманизмге жақын болды. Абайдың қара сөздерінде ескі салтқа, ескілікке қарсы пікірлер жиі кездеседі. Бұл оның әкесінің дүниетанымымен белгілі бір дәрежеде қайшы келгенін көрсетеді. Дегенмен, Мұхтар Әуезов кеңестік идеологияға сай болу үшін Құнанбай бейнесін ішінара реакциялық ескі заман өкілі ретінде сипаттауға мәжбүр болған болуы мүмкін. Өйткені кеңес дәуірінде феодалдық билік, дін, байлық жағымсыз көрінуі керек еді. Ал Абай жаңа заманның, халықтың досы, білімнің жаршысы ретінде көрсетілді. Бұл кеңестік жаңа адам концепциясына толықтай сәйкес. Құнанбайды тым қатыгез, билік құмар етіп суреттеу романның басылымға кедергісіз шығуы үшін қажет болған әдеби тәсіл болуы мүмкін. 1960-1990 жылдар қазақ жазушылары мен ақындарының шығармашылығы. Бұл кезеңде әдебиетте идеялық саяси қысым әрі де болғанымен, жазушылар рухани ізденістерге, ұлттық болмысты сақтауға ұмтылды. Жазушылар шындықты бүркемелеп, астарлап айтуға тырысты. Негізгі бағыттар: адам мен қоғам арасындағы қайшылықтар, тарихи сана мен ұлттық рух, табиғат пен экологиялық тақырыптар, қалалық және ауылдық өмірдің әлеуметтік мәселелері. Белгілі жазушылар мен ақындар: Олжас Сүлейменов, ақын, қоғам қайраткері, адамға табын жеренді поэмасы арқылы бүкіл адамзат тағдырын көтерді. Аз ия атты зерттеу кітабы түркі тамырын ашық қозғап, кеңестік саясатқа қарсы пікірлерді астарлап жеткізді. Мұхтар Мағауин Аласапыран, Сары қазақ секілді романдарында ұлттық болмысты, тарихи әділеттілікті көтереді. Цензураға қарамастан халықтық рухты оятуға күш салады. Ильяс Есенберлин тарихи романдардың негізін қалаушы. Көшпенділер трилогиясы Алтын Орда қазақ халқының тарихи шежіресін көркем түрде бейнелеген шығармалар. Бұл романдар халықтың тарихи санасын оятуда үлкен рөл атқарды. Шерхан Мұртаза Қызыл жебе романында халық батыры Тұрар Рысқұловтың өмірі арқылы әлеуметтік әділет, адам тағдыры, кеңестік жүйенің қайшылықтарын бейнелеген. Тоқаш Бердияров, Қадыр Мырза Әлі, Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжмеденов бұл ақындар қазақ поэзиясын жаңа деңгейге көтерді. Мұқағали Мақатаев лирикада шынайылық пен рухани тереңдікті ұштастыра бірген дара тұлға. Қадыр Мырза Әлі ұлттық мінез, қазақтың болмысын өлең тілімен шеберлеп жеткізген қаламгер. Кеңес идеологиясы және шығармашылық еркіндік. Бұл кезеңде жазушылар ашық түрде жүйені сынай алмаса да, астарлы ой, метафора, тарихи параллельдер арқылы өз көзқарасын жеткізді. Цензурадан өтудің жолдарын іздестірді. Күрделі форма мен көркем бейне арқылы идеяны бүркеп айту әдісін қолданды. 1960-1990 жылдар қазақ әдебиеті үшін рухани серпіліс пен тарихи жадыны жаңғырту кезеңі болды. Жазушылар мен ақындар кеңестік жүйе аясында болса да, ұлттың тарихын, мәдениетін, болмысын қорғауға тырысты. Бұл әдебиеттің тек көркем өнер емес, ұлттық сананы ұйымдастыратын күш екенін дәлелденген кезең.
Көркем әдебиет тарихи оқиғаларды эмоционалды әрі бейнелі түрде жеткізе отырып, халықтың өткенін тануына, тарихи жадының қалыптасуына ықпал етеді. Жазушылар шынайы кейіпкерлер мен оқиғалар арқылы ұлт болмысы мен күресін көрсетуге тырысты. Қазақстанның халық жазушысы атағы шығармашылығы арқылы ұлтқа сіңірген еңбегі үшін берілетін жоғарғы марапат. Бұл атақты алған тұлғалар әдебиетіміздің алтын қорын құрайды.